Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай әдемі әрі жұп-жұмсақ дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлісетін болам. Ол үшін біз ашытқы дайындап аламыз. Ең әуелі жылы суға өлшеп аламыз. Соған 1 қасық қант саламыз, құрғақ ашытқымызды саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Мөлшерінің бәрі видеоның астында описаниесінде жазылып тұр. Содан қарап алсаңыздар болады. Ашытқымыз салған соң жақсылап араластырып, ыдысымыздың бетін жауып қоямыз. Біздің ашытқымыз ісініп көтерілуі тиіс. Енді жылы сүтке жылы су құямыз, майонез қосамыз, тағы да қант, тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сұйық қоямыз. Жаңағы ісініп дайын болған ашытқымызды да құйып жібереміз. Енді аз-аздан ұн сеуіп, жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Азғантай ұн сеуіп, тым қатты қалың не жұқа қылмай қамырымызды жаямыз. Пішінін өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Бір ескеретін жағдай, бауырсақтарды пісірмес бұрын пішінін жасап алған соң тағы да бетін орамалмен шамамен 15 минутқа жауып қойған дұрыс. Сонда бауырсақтар көтеріліп, піскен кезде одан сайын әдемі бола түседі. Осындай қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.